Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздерге 2 және 6 желтоқсан күндері аралығында Мақтаарал ауданында өткен ағылшын тілі апталығымыздан көріністерді салатын боламын. Ағылшын тілі апталығымызға дайындықтарымыз өте жақсы болды. Осындай фойемізді әсемдеп қойдық. Апталығымыздың тақырыбы Create, Dream, Inspire with English деп аталады. Осындай қанаттар жасаттық, осындай көрнекіліктерімізді барлығын әсемдеп фойемізге қойдық. Тапсырмаларымыз бар. Жалпы апталығымыздың жоспары және өтілген сабақтар, ойындар туралы осы видеода көре аласыздар. Ағылшын тілі апталығымыздың мақсаты оқушыларға ағылшын тілін қызықтыру, олардың тілге деген қызығушылығын ояту, тіл үйренуге деген мүмкіндіктерін, қандай мүмкіндіктері бар, қалай тез үйренуге болады, жалпы солардың барлығын көрсету оларға. Осы апталық бойынша біз әр күні әртүрлі ойындар, сабақтар ұйымдастырдық. Соларға оқушылар өте белсене қатысты. Жалпы жаһандық тілге деген қызығушылықтарын ояту болды. Бізде сөйлеу тайм жобасы бойынша оқушыларымыз бірнеше тілдерде осы апталықтың ашылуын айтып English Language Week. Let's celebrate the beauty of the global language. Wishing you a wonderful English week with the learning and the fun. Feliz Semana del Inglés. Celebremos juntos el poder del idioma inglés. Fala Engelse Feilatia Samanda Kraft Fanda Engelse Talfiran Feilpreis and Sukastein the Engelse Fake. Bon semaine la langue anglaise. Celebrons ensemble languages Frohe Englischwoche. Feiere Firdi wie Alfalt und Schäfer dieser Sprache. Viel Erfolg und Spaß bei der Englischwoche. Junge Schugandonan Manin Chungu. Сонымен қатар 9 сынып оқушыларымыз сөйлеу тайм жобасы бойынша қазақ writers, яғни қазақ жазушылары туралы мәліметтерін айтып берді. Шагаров Кудайбек, poet, writer, philosopher, historian, compositor. He is Abai's younger brother, completely a realist trajectory, successor of founders. Жұмабаев, Қазақстан регион Мадир Мағжан Жұмабаев district successful was a figure of movement, a poet, a great star of Kazakh literature. Time language and 1841 and 1889 prominent Kazakh educator, ethnographer, public figure. His work led children, Fatker and Muhtar Omarhanul Amin was born 1897, died in 1961. Muhtar Avezov is an outstanding Kazakh writer and playwright and scientist, public figure. Muhtar Avezov. Мынандай апталыққа ойын жасатып жатырмыз. Мынау ойынымыз күшті екен. Мына жерде подсказкалар бар. Мысалы, who am I деген сұраққа I'm usual thing. Пайдалы зат. Usually I'm in the kitchen. Асханада. I make you food and drinks. I can produce ice. It is refrigerator, yeah? Refrigerator болу керек. Ice жасаймын дейді ғой. Мұз жасайды. Great. Мына жерде де мынандай күшті сұрақ болады. Мына жерден табу керек. I protect you from the rain. It is umbrella. Оқушылар, бүгін біз сендермен қызықты ойын ойнаймыз. Яғни ойынымыздың аты Guess the Words. Бұл дегеніміз Апталығымыздың бірінші күнінде ағылшын тілі пәні мұғалімі Жүрсінбаева Ұлдана апайымыз 8 сыныптарға осындай керемет ойын ойнатты. Оқушыларымыз өте қызықты қатысып, белсене қатысып, тапсырмаларды орындап, ынталандырушы сыйлықтарға ие болды.
Былай. Whiteboard. I am clothes. I consist of shirt and pants. You wear me when you are going to sleep. In English. Pajamas. Pajamas. О, молодец. Келесіде бізде Жандарова Феруза апайымыздың 9 сыныпқа өткен осындай қайырымдылық туралы тақырыбы бойынша оқушылардың өздерінің постерлерін қорғап шықты. 9 сынып оқушылары. Show them give a hand and share what you can. Special, I love Oscar Handle land. I smile, I give a blessed hand. Show them the world hand, hope is there. Share them, stand with me and you. Together there is so much. Soldiers united are result of helping heart in combat. The united mental and physical amazing serious men and piercing world of soul life. Their shock talking head. Violent Catholic violence are causing the nation is self-esteem and band to often soldiers motivation in everyday activities. The next is usually known as settled game. Invictus is after the full smaller tip of the games in the USA. So now, Ағылшын charity and his father and his brother really. I think One the first games in London in September 2004. The games are held everywhere in a different country and they held in everywhere in different they organized though their store. So far the games have been held in Canada, in USA, in Australia and Europe. The Olympics games have made a big difference that many people's lives though the powers for the mother of a young soldier person had a protected and highly from the super and the recovered. Effective given helps the need without expecting anything in return. It can include donating money, food, clothes, or time to support the people, animals, or the environment. Charities work to solve problems. In youth games, sport in youth games, athletes require basketball, require rumble, powerlifting, swimming, stick volleyball, indoor rowing, arcade, stick leg bowling. Conducted offers are another replacement for international wounded, injured, and sick service men and women. We to prevent upper winches for post-traumatic growth, enabling those involved are regulating their program. Negative and future being Name my volunteer team to give with Nazirke because many organizations name the team after the name of its founder. My volunteer service in the protection of animals. Nowadays, many dogs and cats are wandered in the fields.
They are starving and those neglected dogs and cats smell bad and it's pretty possible that the children we catch them will get sick. And if we take up this case, I will open a car center of abandoned animals. Knowing there are more and more stray hungry dogs and a lot money is allotted this. Менің өзімнің волонтерством аты назеркемен бірге деп аталады. Бұл волонтерствода мен өзім қараусыз қалып кеткен жануар, мышықтар немесе иттер туралы, яғни қазіргі кезде осындай жабайы иттер және мысықтар көптеп қаптауда және оларды жоюға ақша бөлуде. Оны жойғанша мен өзімнің ойымша одан қайта иттерге және мысықтарға арналған орталық ашу керек деп ойлаймын. Өйткені оны жойғанмен де олар қайта көбейе береді және олар қаңғыбас қалып кеткен иттер адамдарға оның сасық иіспен түрлі аурулар шақыруы мүмкін. Сондықтан осындай бір орталық ашу керек деп ойлаймын. Апталығымыздың келесі күндерінде ағылшын тілі пән мұғалімі Құлжанова Сенкүл апайымыз оқушыларымызға осындай қызықты ойын ойнатты. Мына бізде сахна, сол арқылы біз суреттің атауын білетін аламыз. Кім табады? I'll give one apple. Себебі бір апple болады. Speak in English. Grace. Солай тұр. Hello. Eso. Very good. No. Koraz. In English. Қазақша емес, ағылшынша. It's a hen. Қораз деген сөз. Then next. Fish. Mağam benim misin? The next photo. Flowers. What is it? Balçık. Fingers. Yes, fingers. What is it? It's a bee. Yes? In our game lesson, you are ready? Yes. The first game is name, handman. Bu oyunun basılması atalı handman. Buna bir şortladı, seni sıçan oyunu cevazlar al, yegirde bilmeyi kalsanlar, ayakta sol ucunu kulağını batıp koyarız. Bir şortladı seni cevazlar. The first question, birinci kapsama, animals. This is about animals. Canavarlar kulağını cevazlarımız yeni kit, then birds. Kit dediğimiz qanday canlı? Kit uy canlıları. Мысықтың жауы қандай жануар? Мысықтың жауы қандай жануар? Қалай жазамыз? Жазамыз тез. Yes, very good. I'll give you one bonus. The second question. A big animal is trunk. En ulkan жануар, tumsug'i uzun, qanday жануар? Elephant. Qanday? Til, ya, жазамыз. Elephant. Tezakizga o'xshab bo'ladi. Yer qanday bo'lsa, bonus bermaydi. Endi shu жазamiz.
топтағы да дұрыс емес. Үшінші сұрақты оқимыз, ja? A black and white bird that cannot fly дейді. Өзі құс, бірақ ұша алмайды. Аусын Пингвин жазамыз. Аус. Пингвин. Қалай жазады? Пингвин. Екінші ғасырмамыз бізде objects, яғни заттар туралы оқимыз. You use it till the time дейді. Сен одан уақытты біле аласың дейді. Сағат, clock, амин. Clock жазамыз. Clock. Very good. Can saya. The second question, you sit on it дейді. Sit дегеніміз не? Sit down. Отырамыз неге? Қартаға отырамыз? Орындық. Қалай айтылады? Орындық. Chair. Chair. Lie down. Chair. Very good. The third question енді. Үшінші сұрақты оқимын. You write with it дейді. Біз онымен жазу жазалады екенбіз. Pencil. Very good. Lie down. Pencil. S болмайды, C болады, ja? Ойынға қатысқан 5 және 6 сынып оқушылары өте белсенді болды және марапаттарға ие болып, осы ағылшын тілі ойынымызды қызықты өткізді. Сонымен қатар біздерге 4 сыныптарға арналған ашық сабағымызды Жүрсінбаева Ұлдана апайымыз өте жоғары дәрежеде өткізіп шықты. Оқушыларға осындай жаңа қазіргі трендтегі лапалармен марапаттады. Оқушылар өте қызықты болды. Көрнекіліктері де өте әдемі, сабағы өте мықты өтті. Мақсатқа сай болып, оқушыларымыз өте белсенді қатысты. Сабақта түрлі ойындар ойнатылды. Сабаққа байланысты осындай қызықты қазіргі оқушыларды қызықтандыратын ойындарды өткізіп, сабақты жоғары дәрежеде өткізді. Сонымен қатар бізде 10 сынып оқушылары Лондондағы көрікті жерлер туралы ақпарат айтып өтті. Major cities around the world, including New York, Singapore, and Dubai. Even is one false more Americas is London symbol. The London Eye is a famous Ferris wheel in London, standing 135 meters tall on River Thames. Opened in 2000, offers panoramic views of the city at 30-minute reputation. The National Gallery is a world famous museum located in travel. Апталығымыздың келесі күндерінде ағылшын тілі пәні мұғалімі Қозыбекова Үкілай апайымыз 5 сыныптарға осындай қызықты ойын ойнатқызып, апталығымыздың көркін аша түсті. George
Riddle, real name Mary Ann Evans, was an English novelist hired under the Nazi. She is considered under Victorian era. E, city, E, goodbye. Is the mountain so beautiful? This is the big orange island. Is London bus, is city bus. It is capital in Astana. Astana is big city. Astana beautiful city. Good afternoon, children. Okay, stand up. Come here. Серіктесу сәтін өтіп алады бірінші кезекте. Серіктесу сәтін бастайды балалар. Келесіде бізде мектебіміздегі жас маман, ағылшын тілі пәні мұғалімі Дүйсенбек Оралханның ашық сабағынан көріністер көре аласыздар.
сабағымызда біздің осындай пост құтымыз болды. Оқушылар тапсырмаларын орындап, соның ішіне салып қойды. Біз соның ішінен қанша оқушы дұрыс орындады, қанша тапсырма орындады, соларды алып, бағалап, апталықтың соңында марапаттадық. My Kazakhstan. It is my country. It is my love. Oceans and the seas, flowers and the trees. Everything is mine. Everything is yours. It is my country, my Kazakhstan. Hello everyone, how are you? I'm Baglan and I'm in 5th grade. And today I want to talk about my hobby. In my free time, I like playing football. So my hobby is football. I like playing it very much. Twice a week I have a football training. I like watching football match. My favorite player is Kylian Mbappe. My favorite team is Real Madrid. I want to be footballer too. Football is great. I am happy that I can play football well. And my second hobby is Taekwondo. I go to Taekwondo 3 times a week. And I have yellow belt at Taekwondo. At Taekwondo, we go to many competitions to other countries and to other cities. Sport is good for our health. A sound mind in sound body. A healthy soul has a healthy body. Ағылшын тілі апталығы өткен апта өтті білесіңдер, өте жақсы, белсенді қатысқан оқушыларымыз болды. Мынандай коробкамыз толып қалған ғой, ішінен таңдаудың өзі қиын болды. Осылайша апталығымыз өте қызықты өтті деп ойлаймын. Оқушылар өздерінің ойларын, кері байланыстарын, осылай апталық туралы пікірлерін өстіп жазып, қанаттарымызға жабыстырып кетті. Апталықты жалпы мақсатымызға жеттік деп ойлаймыз. Оқушыларға тілді қызықтыру, тілді үйренуге деген қызығушылығын ояту бұл үлкен жұмыс. Әрине, алдағы уақытта да осы жұмыс бойынша үлкен жұмыстар, жобалар атқаратын боламыз. Видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді жазып өтіңіздер. Келесі видеоларда көріскенше.